Тасы өрге домалаған милиция майоры, ішкі істер бөлімінің аға тергеушісі Таңатар Сұңғатов тағы бір қылмысты істі аяқтап тастап, онысын прокуратураға бекіттіріп, сонан соң сотқа сырып салды. Сөйтіп, облыстағы басшыларынан тағы бір мақтау естіп, тағы бір шешуі шиелін істау деген қиын істі қолға алған. Солай құлшынып жүргенде, аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы мұны кабинетіне шақыртты. Подполковник Кузьмин бойшаң, денесі елден ерек, кесек біткен кісі еді. Ат жақты жүзі аса сабырлы. Кейпінен әрдайым салмақтылық байқалатын. Ол орнынан жеңіл түрегеліп, мұнымен қолдаса сәлемдесті. Әрдайымғы әдетімен қасына баппен жайғасты. Асықпай қал жағдайын, денсаулығын, үй ішінің амандығын тәптіштеп, бәрін сұрады. Көп сұраудың соңын ала, Тастүлек ауылындағы учаскелік инспектор кеше менде болды, деп бір қойды. Сұңғатов әлденені жақтырмағандай мырс етті, бірақ бастығының әңгімесін бөлмеді. Сөз арасын киіп жарып кеткенді полковниктің жек көретінін білетін. Сондықтан да үндемей сабыр сақтады. Тастүлек оқиғасына байланысты сізге тапсырылған қылмысты істің тергеуі үстірт жүргізілді ме деп күдіктенеді екен. Соны баяндады. Лейтенант өзінше көп дәлелдер келтірді. Мына сөзден соң сабыр сақтап отырған майордың тоқ көңілі әп-сәтте ортайып қалды. Сіз не деп жауап бердіңіз лейтенантқа? Деді әлдекімге ызалана. Даусы өзгеріңкіреп, кекесінді шықты. Ойланып, кеңесіп көрейік, дедім. Ойланатын дәнеңесі жоқ, жолдас подполковник. Ол іс дұрыс аяқталған. Адам өлтірген қылмыскерлер толық қолға түсті. Тергеу кезінде қылмыстың қалай болып қойғандығы түп-түгел анықталды емес пе? Өзіңіз білесіз, прокуратура оны бекітті. Ендігі мәселе сот қызметкерлерінің қолында. Дегенмен, майор, ойланыңызшы, сол жас жігіт босқа қызыл кеңірдек болып жүрген жоқ шығар. Әлде оның сондай жоқтан өзгеге күдікшіл қасиеті бар ма еді? Мен сізді түсінбедім. Ол лейтенанттың менің шаруама араласып несі бар? Өз міндетін қанттай ғып атқара бермей. Әлде бұдан бұрын мүлт кеткен жерім болды ма? Ол мейлі жас. Сіз неге менен күдіктенесіз? Біздің жұмыста өзіңіздің жұмысыңызға өзіңіз үнемі күдіктеніп жүріңіз. Сонда қателеспейсіз, майор. Осыдан кейін екеуі де үнсіз қалды. Көп өтпей Таңатар қоштасып шығып кетті. Жүрісінде өзіне деген сенім бар. Милиция лейтенанты Шымыр Есілбаев соңғы кезде жиі мазасызданып, күйгелектеніп жүр. Мұның бақылауындағы екі ауылдың бірінде күтпеген қылмыс жасалынды. Қылмыс болғанда өте күрделі. Бір түнде ауыл дүкені тоналып, күзетші айуандықпен өлтірілген. Қылмыскердің біреуі мұның ұдайы бақылауында жүрген карта құмарпазы қисық көз атанған Барыс Жаныспаев болып шықты. Таңданарлығы, сол күні Таңатарда табақтастары құмарпазды кіші калибрлы дыбыссыз мылтықпен атып өлтіріп кеткен. Бұл сол күні ауданмен жылдам байланыс жасады. Болған оқиғаны қас қалпында бастықтарына баяндады. Сөйтіп, милиция қызметкерлері арасында жолы болғыш тергеуші атанған Сұңғатовтың өзі осы іспен шұғылданды. Құрылған оперативті топтың құрамына учаскелік инспекторды қосқанда жоқ. Тек қана күдікті адамдар туралы бірер ауыз бұдан сұрап алып, қылмысты іздестіру бөлімінің жаланып тұрған жігіттермен бірге көп ұзамай қылмыстыларды тұзаққа іліктірді. Олар төрткүл дүниені тәрк еткен төртеу екен. Мусок Магомед Азизов, Сафар Гулямов, Гриша Григорьев, атылушы Қисық көз Барыс Жаныспаев. Бұлардың арасындағы жырындысы да сол карта құмарпазының өзі. Бірнеше рет істі болған. Сонда да түзу жолға түспей-ақ қойды. Тәубесіне келмеді. Майор Сұңғатовтың айтуынша, Тастүлектегі қылмысты қымсынбай басқарғанда нақ соның өзі. Дүкеннен түскен олжаны бөліске салғысы келмеген ол, оны карта ойынына тіккен. Сөйтіп, табақтас серіктерінің қалтасын түк қалдырмай қағып, бәрінің аузын қу шөппен сүрткен. Бұған қандары қызған қызыл көздер ашу үсті қисық көзді мылтықпен тырс дегізген. Қолға қапыда түскен үшеудің тергеу кезінде айтқандары осыны айқындап, айғақты заттар да соны дәлелдей түсті. Істің ұзын арқан кең тұсауға салынбай,
Қиындықсыз оп-оңай шешілгеніне Таңатар Сұңғатов мәзде, қалғандары оның іскерлігіне риза. Майордың тағы да жолы болды, десіп жүр. Осының бәріне күдіктенетін жалғыз учаскелік инспектор ғана. Ойы онға бөлінді. Таңатардың шамалауынша, оның тасы өрге домалап келе жатқанын пенделіктен, іштарлықпен көре алмайды. Шымыр ойы бұдан мүлдем бөлек болатын. Кеше заң мекемелерінің бірінде жұмыс істейтін танысынан сот процесі болатынын естіген. Естіді де Урал мотоциклін безілдетіп, аудан орталығына құстай ұшып жетті. Сот ісіне қатыспақ. Бұған осы әрекеттерінің неге қажет екенін өзі де түсінбейді. Әйтеуір, майор бір жерден мүлт кеткен секілденеді де тұрады. Әнеу күні де ішкі істер бөлімінің бастығына бұл сол ойын ашық жеткізген. Бірақ неге екені белгісіз, подполковник Кузьмин бұған шешімді пікірін айтқан жоқ. Лейтенанттың өзінде де менімше бұлай болдау дейтін бұлтартпас дәлел және жоқ. Қылмыскерлерді әкелді. Сот ісі басталды. Олардың ішінен түлкі бұланға салып отырғаны Гулямов. Бұрын істі болғанымен әккілігі байқалып отыр. Анау екеуі көздері шатынап, кейде тістерін қышырлатып, оның айтқандарына өлердей ызаланады. Милиция лейтенанты Гулямовтың сөздеріне мұқият құлақ түрді. Анау жауап бере бастаған кездерінде өзімен бірге алып келген магнитофонын іске қоса қойып отырды. Айыпкер, сіз айтыңызшы, төртеуіңіз дүкен күзетшісін қалай өлтірдіңіздер? Қандай қимыл әрекеттерге бардыңыздар? Оны өлтіргеніміз рас, бірақ мен қанды іске қатысқан жоқпын. Байлап тастап кетейік, деп шырылдадым. Қисық көз қайдан көнсін? Оның үстіне мынау екеуі. Салдақы әйелдерше сандалма, деді Мусок осы арада тістеніп. Айыпкер Азизов, сізге сөз берілген жоқ, тәртіп сақтаңыз, деп судья ескертіп, қоңырауын сылдырлатты. Мен айта берейін бе? Гулямов мөлейіп тұр. Бойында әлдекімнен сескену бар. Айта беріңіз. Алғашында дүкеннен бұйым аламыз деген ой болған жоқ. Аздап ішкіміз келген. 2 жәшік арақ алсақ болды деген қисық көздің өзі. Мына Мусок пен Гриша күзетшінің көзін тарс байлап, аузына шүберек тығындады. Қисық көз оны қорқытты, алдап арбады. Егер терезенің шынысын алып, 2 жәшік арақты өз қолыңмен бізге қымтыртсаң, жаның садаға. Бірақ тіс жармайсың. Жағашсаң, біздің құрық ұзын. Тірідей лақша бауыздап кетеміз. Бірде болмаса бірде. Күзетші де қайсар шал екен. Ажалына шақырып, басын шайқады. Солақ екен, қисық көздің шапыраштана атысып кеткен жанарлары ақиланып, құтырған бұқадай шатынап шыға келді. Сырым білемін. Шырылдап, осы кезде араға түстім. Міне, имандай адалшыным. Ол мені кеудемнен итеріп жіберді де Гришаға, тез барып таяқ тауып әкел, деп бұйырды. Ол айтқан соң, онда жан бар ма? Зыр жүгіріп, оқтаудай таяқты тауып әкеле қойды. Қисық көз құтырғандай күйге енді. Қолына жармасқан мені оңдырмай періп жіберді. Құлап қала жаздадым. Сөйтті де таяқты күзетшінің көмейіне аузындағы шүберегімен қосып, күштеп тұрып, бойлатып жіберді. Бар болғаны сол. Бұдан кейінгісі жеркенішті. Көріп тұрудың өзі маған күш болды. Бірақ амал бар ма? Күзетші бір түрлі ыңыранды. Тілінің тамырлары бырт-бырт үзілгенін кәдімгідей анық естідім. Таяқтың ұшы көмейіне барып тірелгенде, шалдың байлаулы аяқ қолы, бүкіл денесі, жел тиген теректей селкілдей дірілдеді. Сөйтті де, сол дірілі көпке бармай, арық денесі созылып жүре берді. Ұзақ қиналмай тез жан тапсырды. Қолдан келер қайран жоқ. Мен бұларға ергеніме сол кезде шындап өкіндім. Алдымдағы өлікке тіктеп қарауға дәтім жетпей, шыдай алмай теріс айналдым. Не болса да енді бәрі де кеш еді. Бөлініп кетуге қорықтым. Сөйтіп, қара басып, осылармен бірге дүкенді тонастым. Барлығы оп-оңай болды. Сарапшыларға айғақты белгі қалдырмас үшін аспай-саспай бәрін ойластырып, құралдарды резина қолғап киіп пайдаландық. Терезелердің шыныларын алып тастадық. Оның жақтауын тормен қосып, білем темірмен ырғап жұлып алдық. Сонымен іс бітті. Алған азынаулақ ауызға басар тістемелерімізбен бұйымдарымыз сіздерге белгілі. Өтірік айтады, юбка орнына шалбар киген сайқал.
деді Гриша еденге былш еткізе түкіріп. Күзетшіні өлтіруге өзі де қатысты. Кеңірдегін жұлып алар ма еді мұның? Сізге сөз берілген жоқ, Григорьев. Судьяның ескертпесін Гулямов малданып кеткісі келді. Әне, бұлар мені өзімен бірге қосақтай салмақ осылай. Үнемі қорқытады қит етсем. Мен болсам бұларға сол күні қосылып қалғаныма өкінемін. Ал басты басқырларға қалай еріп қалғанымды Құдайым білсін бе. Сіз қашаннан бері бұл топқа қосыласыз? Көбіне карта ойнағанда маңайлаймын. Бұл ретте де карта соқтық. Бірақ дүкенді тонап болған соң ғана аз ғана уақыт. Қысқарт, қарғаның мәткесі, деп Мусок залды басына көтеріп айғай салды. Қысқартып айтар болсаң, қисық көзді өлтіріп тындық те. Онымен итше ырылдастық қой сенің кесіріңнен. Айт, соның бәрін қысқартып. Несіне кәрі қатынша мылжыңдайсың? Гулямов та оған қарсы шаптықты. Өзіңде күйсеме, мен бар шындықты ашық айтып, әділ жазамды алғым келеді. Сотты жүргізушілер бір-біріне қарасты. Айтыңыз, тергеу кезінде бүгіп қалғаныңызды түгел айтыңыз. Сонымен карта соқтық дедім ғой, имандай шыным. Қисық көз бәрімізді құр алақан қалдырды. Тоналған бұйымдарды да, қалта түбіндегі азын-аулақ ақшаларымызды да. Оттай бердің-ау сен, кассир, деді Гриша тағы кіжініп. Ақша болса сенде болған шығар, біздің қалтамыз тесік еді, түк жоқтын. Айтып тұрғаны рас, менде де азын-аулақ қана болатын. Айтыңызшы, азын-аулақ болса да қанша ақшаңыз бар еді? Ортаға 4-5 тастауға ғана жететін, 1000 сомнан сәл ғана асатын. Соның бәрін лезде ұтқыздым. Содан қисық көз тағы ойнамасаң, бұл арадан тірі шықпайсың, деп қорқытты. Жанжал басталды. Жанжалды кім бастады? Сот төрағасының бұл сұрағына залда отырған Шымыр қанағаттанбай қалды. Жанжалдан бұрын Гулямовтың ақшаны қайдан алғанын, өзінікі ме, әлде өзгенікі ме, соны анықтау керек сияқты. Жанжал ақшадан шыққаны әдепкі тергеуді мәлім болған. Оның үстіне бұлар өлген адамға бар кінәні үйіп төгетіні өз-өзінен түсінікті. Қисық көз сияқты қалталы құмарпаздар үшін дүкеннен ұрланған бұйымдармен әлгі 1000 сом ақша жанжал туғызатындай себеп емес сияқты ойланып көрсе. Сотты жүргізушілердің осы ұрымтал тұсқа көңіл бөле қоймағанын аңғарғандай Гулямовта айтарын жыпылдатып ақ жатыр. Тапқан олжамызды бөліске салайық, ұтысыңды кейін қайтарамыз, дедік. Ол қасарсып көнбеді. Мусокты тұмсықтан бір қондырып қан жалатты. Менің де күрек түсімді қағып берді. Гришаның көзін көгертті. Шыдай алмаған Мусок мылтықты алды да тарс еткізіп, оны жайратып салды. Бар болғаны сол, түс көргендей болдық. Осы арада учаскелік инспектор тағы елеңдеп қалды. Мылтықты алды да тарс еткізіп жайратып салады. Оқиғаға дейін ол мылтық қайда тұрған? Оны кім оқтап қойды? Өзі әубаста қайдан келген мылтық? Біреу алдын ала әзірлеп қойған шығар. Мыналар ғой, қисық көздің қаруы дейді. Бәлкім оныкі емес шығар. Лейтенант байқап отыр. Сот процесін жүргізушілер бұл мәселеге де ұсақ түйек деп қарады. Мылтық қисық көздің үйінде тұрған дегенге сенді. Тергеу ісінде де осылай деп көрсетілген. Табылған айғақты заттарды тексерген сарапшылардың бәрі дерлік барлық қылмысты осы төртеуіне ғана телейді. Шымыр сот залынан білдірмей шығып кетті. Оған ешкім көңіл аудармады. Келіп кетіп жүрген милиционерлердің бірі деп ойласа керек. Уралына қаздайып қонған Шымыр тас түлекке қарай бет алған. Сырғытып келе жатып, жол жиегінде тұрған ауыл адамын танып қалды. Жүрген жерін үнемі шулатып, әйтеуір бір нәрсені бүлдіріп, жаман атымен ауызға ілінетін қиянкес Самат. Мұны байқап қалған ол қипақтап теріс айнала берді. Теріс айналмай кетсін. Бұдан 2 ай бұрын ғана оны 15 тәулікке өз қолымен әкеп отырғызған. Шымыр Уралын шиыра айналдыра әкеп Саматтың дәл қасына тақай тоқтатты. Әлмұратов, деді ол дауыстап. Кел, ауылға барсаң ала кетейін. Мен өзім ақ, жүре беріңіз, лейтенант. Кел, бәлсінбей ақ қой. Жол бойында автобус көрінбейді ғой. Қиянкес Самат аяқ асты жатқан ұсақ тастарға шыртты күріп, ақсаңдай басып, мотоциклдің қорабына жайғасты. Аяғыңа не болған, Әлмұратов? Ақсап қалыпсың ғой.
Әлгінде ғана сіз келердің алдында бір бұзықтарға жолығып қалып, сонда сенен де өткен тентектер болғаны ғой. Солай екен. Біреуі шатымнан оңдырмай теуіп қалғаны, сөйтіп, аңдаусызда бүк түсіріп кетті. Бастан құлақ садаға деп осында келіп тұр едім. Бәлкім, біреу жарымын танитын шығарсың. Сырттай біреуін шырамыттым. Марқұм қисық көздің үйіне карта ойнауға келгенін 3-4 рет көргенмін. Шымыр мотоциклін кілт тоқтатты. Алаңсыз отырған Самат алға еңкейіп барып, бойын тез қайта тіктеді. Қисық көздің деймісің? Оған таңданатын несі бар? Барыстың үйіне сонау Грузиядан да атақты карташылар келетін. Менімше, көбі ұтылып қайтатын. Тұра тұр, Әлмұратов, ойыңа жөндеп түсір. Шынымен құмарпаздың үйінде көрген адамың ба? Бірнеше рет көргенмін, бірақ ол мені ұрған жоқ. Ересек адам ғой, машинадан түспей отырды. Шофер мен қасындағы сіңірлі ұзын келді де маған, бізді танисың ба, деді. Жоқ, дедім. Танымасаң, сенде біздің ісіміз жоқ, деп шофер жігіт бұрыла берген. Бүлдірген сіңірлі ұзын болды. Бос қайтқанды жек көремін, деп шіренген бойда доп тепкен футболшыдай секіріп кеп, аяғыма сарт еткізгені көзім қарауытып кетті. Әйтпесе менде сол кезде жетеді еріккенің, деген машинадағы шомбал қараның даусын естідім. Лейтенант айта түс дегендей қиян-кеске қарап қалыпты. Мотоциклдің де үні өшкелі қашан. Міне, мен тергемесеңіз де талай нәрсені айтып қойдым. Шымыр не дерін білмей, мен тергеуші емеспін, деп күңк етті. Жол үстінде мотоциклін зырылдатып келе жатып та, ол Саматқа сұрақ қоюмен болды. Сен оны 3-4 рет көрген болсаң, демек, әлігің жақын маңның адамы ғой. Әлігің дегеніңіз қайсы? Шомбал қараны айтамын. Бастықтары сол емес пе? Білмеймін анығын, бірақ бұрын карта ойнауға көбіне сүліктей қара Волгамен келетін. Машинасын ауыл сыртында тасалап қалдыратын. Қара Волгамен деймісің? Иә, үнемі оны әртүрлі шоферлер алып жүретін. Сен соншалықты байқампаз бедің, деді Шымыр мұның сөзіне күдіктене әдейі. Басқалары жадымда жоқ, бірақ әйтеуір сол шомбал қара есімде қалыпты. Бірде ол түн қараңғысында жанымнан өтіп бара жатып, әй, көшенің қағынған хулиганы, біздің машинаға жолаушы болма, дегені есімде. Неге өйткенін түсінбеймін. Ал Волганың жанында бір адам үнемі қарауылдап қалатын. Ең қызығы, мен мұның бәрін сізге майын тамыза қазақшалап жеткізіп отырмын. Ал ол шіренген неме, таза өзбекшелеп сайраған. Араласып жүрген соң, өзбек халқының тілін 100% болмаса да, тәп-тәуір түсінеміз ғой. Бірақ сол шомбал қара бар ғой, өзбек сияқты емес менімше. Таптырмайтын талантты екенсің, деді Шымыр кекесінмен. Одан да маған шыныңды айтшы. Қисық көзбен өзіңде құмар ойнап көрдің бе? Зерігіп жүрген кезіңде ермек үшін барған шығарсың. Қайдан? Маңына жууға қорқатынмын. Оған келушілерді сырттай торып жүретінім де сондықтан ғой. Ештеңеден тайсалмайтын адам еді ол. Мұның үстіне оның қалтасындағыдай көл-көсір ақша маған қайдан келсін? Тірніктеп жиған айлығым түкке жетпейді. Жалғыз басты болған соң, үйленейін десем, қыздар да қашқақтайды. Соларың қисық көздің қақпанына оп-оңай түсетін. Маған пысқырмайды да. Учаскелік инспектор Шымыр Есілбаев қиян-кес Саматпен әңгімелескен соң, қалың ойдың шырмауында қалды. Сол екі бірдей кісі өлімі болған күні карта құмарына 4 адам қатысқан ба? Әлде олардан басқа бөтен біреулер оқиғаға келікті ме? Сұңғатов тәжірибесі мол бола тұра тергеу ісінің тезірек аяқталғанына неге қуанды екен? Қателесті ме? Қарабасып алданып қалды ма? Жоқ, әйтпесе, бұл босқа арамтер болып жүр ме? Осы жоқ жерден тыраштанбай-ақ қойса қайтеді? Аяз би әліңді, құмырсқа жолыңды біл, деп жүре берсе несі кетеді? Бөтеннің ісіне араласып несі бар мұның? Осылай деп өзін өзі алдаусыратып көрсе де, Шымырдың жүрегі әлденені сезгендей байыз таптырар емес. Ойынан қисық көз кетпейді. Оның өлімі бұған мүлдем түсініксіз. Ол ғой, мына сотталған үшеуіне оңайлықпен бой беретін адам емес. Іске басқа бір қандықұл араласпады мекен? Жазған Барыс Жаныспаев екінші рет жазасын өтеп келген соң, ішкі істер бөлімінің
қатаң бақылауында болатын. Оның бұл реттегі әрекетінен көз жазып қалғанына Шымыр қатты өкінді. Шын жан тәнімен өкінді. Сырт қарағанда момын көрінетін учаскелік инспекторды ауыл адамдарының көбісі жақсы көретін. Сәл нәрсе болса шағынатыны да жүгінетіні де сол Шымыр. Өзі қыз мінезді, жібектей есіліп тұр. Кейбіреулер бұл қалай милицияға қызмет етеді деп таңданады. Таңданатындардың да әрине бұған бүйрегі бұрады. Қазірге пәлен жерде қылмыскерді ұстапты, түген жерде пәлендей бұзақыны қолға түсіріпті дейтін мұның атына айтылар ерлік ісі жоқ. Осы ауданның шалғай бір ауылында туып өскен. Милиция мектебін бітірген соң осында қызметке жіберіпті. Қысқа өрілетін өмірбаяны сол ғана. Шымыр бүгінде тірек бекетіне күн ұясына қонақтамай жатып жетті. Уралын есік алдына көлденеңдей қаңтарып, құлыпты ашып ішке енді. Күн сайын 2-3 жасақшы келіп, бұған көмектесетін. Олардың бой көрсетуіне әлі ерте. Ескілеу, отырғанда байбаламы көбейіп келе жатқан қоңыр диванға жайғасты. Қиялдап тастауға болады. Кеше совхоз партия комитетінің хатшысы Михаил Федорович Мишинмен әңгімелескен. Ол көрер көзге қағылес, бала сияқты, бірақ ойлы азамат еді. Сөйлесе келе, ашыла келе, әңгіме төркінін қияңкес Саматқа бұрды. Өзі бұлай қарағанда анау айтқан жеңіл мінезді жігіт емес тәрізді, деді Михаил Федорович. Бірақ бір нәрсені бүлдіріп қойып жүреді. Әйтсе де, жұмысқа деген ынтасы жаман емес. Көңілді кезінде жапырып кетеді. Бірге істейтіндер осылай деседі. Онда тәрбиеге көнетін болды ғой. Солай ету сіз бен біздің міндетіміз емес пе? Менің де оған деген көзқарасым өзгеріп келеді. Өзі бір беткейме деп қалдым. Сіз білесіз бе, Шымыр Есентаевич, оның қыңырлығының себебі бар. Жастай әкеден айырылған. Енді есім білген шақта анасы біреудің етегінен ұстап, мұны тастап кетті. Шындығы, Саматтың өзі өгей әкенің қолына барғысы келмесе керек. Содан оқуды тастап, қазір өйтіп-бүйтіп кешкі мектепке барған болады. Мен өзім жиі қадағалап жүрмін. Ол жағдайды білетін едім. Енді тыңдаңыз. Сіз білмейтін тағы бір жағдай бар. Соны айтайын. Осындағы фельдшер Раил Нигматуллиннің мынау Ташкенттегі тұрмыстық комбинаттың бірінде жұмыс істейтін қызы бар. Жаңылыспасам есімі Зәйтуна. Өзі үріп ауызға салғандай реңді де мүсінді. Самат пен фельдшер үйі көрші ғой. Сол қызға мұның көңілі барлығын жолдас жораларының сөзінен аңғарып қалдым. Қыз әрине жігіттерді сағаласа керек. Қиқар мінезді жігіт бір жағынан соған қырық көрсетпек болып, кейде аяғын шалыс басып қала береме деймін. Қисынға келеме, Михаил Федорович? Әбден келеді. Өзімен бір-екі рет ашық сөйлесіп көрдім. Шайтан алғыр қыз аяғына менің барып жығылғанымды тілейді. Өйте қоймаспын, деп кіжінді. Сөйтті де ызаланып, ақшалы жігіттерді жақсы көреді, деп күйінді. Онысы қызық екен. Қызығына енді келдім. Бүгін түнде бригада қосынан қайтып келе жатқанымда Барыс үйінің тұсынан оны кездестірдім. Күндіз жүзім плантациясынан көргенмін. Енді демалмай неге сандалып жүр, деп ойладым. Тоқта, дедім шоферіме. Ол машинаны жайымен барып тоқтатты. Саматты шақырып алдым. Не істеп жүрсің, деп сұрадым. Аздап жұтып алған ол қиқарланды да қалды. Не істесем де өз еркімде, деді. Мен лашсыздан жұмсақ сөйлеп, қиян кесті келісімге икемдедім. Сондағы айтқанын қараңыз. Мен керемет байып кеткім келеді, дейді. Немене, саған байлықты түн ішінде біреу осы жерде дайындап қойыпты ма? Жұмыс істеп жүрсің. Тапқаныңды үнемдей білсең, жаман өмір сүрмейсің, деймін. Құрғақ үгітпен миымды шіртпеңіз, деп қойып қалды. Содан жалығып біттім. Ал мына қисық көз жалғанды жалпағынан басып өмір сүрді. Өзі өлсе де, соңында мен сияқты 3-4 жігіттің тіршілігіне жететін мол ақшаны бір жерге көміп кеткені анық. Біреулер жүр осында тіміскіленіп. Соның қайда екенін біле алмай, таба алмай. Шүкіршілік, қазақтың арасында өскен мен сөзді бір қазақтан кем түсініп, бір қазақтан кем сөйлемеймін. Саматтың айтқанын бүге шігесіне дейін ұғып аңтарылдым.
Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды ғой. Осында мән беретін бір мәселе болып жүрмесін. Ары қарай не болды, Михаил Федорович? Қызықсыңдар, милиция қызметкерлері. Не болушы еді? Ол өз жөніне, біз өз жөнімізге кеттік. Қызық екен. Қызығы да, қызық емесі де осы, Шымыр Есентаевич. Милиция лейтенанты қазір Мишинмен екеу ара болған сол әңгімені ой елегінен өткізіп отыр. Шынында да қиянкес Самат әңгімесінің қызығы да, қызық емесі де бар. Қызығы, қисық көздің көміп қалдырған ақшасы көп дегенді қайдан шығарған? Әлде сезеді ме? Бәлкім біледі ме? Біреулер сол ақшаға келіп жүр деп бықсытқаны не? Кімдерден сезік алады? Қызық емесі, аздап тентектігі бар деп елемей жүргенде, соның өзі бір жола бұзық жолға түсіп кетіп, әле кетпесін. Капиталистік елдердің бірінде жап-жас біреулердің аяғын қалай шалыс басқаны жөнінде кітаптан оқығаны бар. Теңіз жағасындағы үлкен демалыс орындарының бірінде жасы 18-дегі қыз бен жігіт демалып жатады. Олар қымбат қонақ үйлерден бөлме жалдапты. Киімдерінде сәндене күнде ауыстырады екен. Жұптары жарасқан екеу аққудың көгілдіріндей күндіз қайықпен су бетінде қыдырады. Кешке сауық орындарында, ресторандарда отырады. Жұрттың бәріне ілтипат көрсетіп, қонақ етіп сыйлай бастайды. Жексенбінің әдемі кешінде сымбатты жігіт пен сұлу қыз осындағы таныстарына түрлі түсті қымбат суреттерін аямай үлестіреді. Бізді естеріңізде ұстап жүріңіздер, деп қиылады. Көпшілік дән риза, ойларында түк жоқ. Ертеңіне таңертең суық хабар демалушыларға тез тарап кетеді. Қыз бен жігіт түнде у іші бөліпті, құшақтасып өбіскен күйі, әдемі қалыптарымен дүниеден өтіпті. Жұрт екеуін қимай бас шайқасып өкінеді. Мәселенің төркіні кейін белгілі болады. Бұлар күнін көре алмай жүрген бақытсыз, бейбақ семьяның балалары екен. Содан екеуі қылмысқа барып, әлдеқандай ұрыларға банкті тонауға көмектескен. Тиесілі еншілерін бөліп алып, осында келіп аз күн бақытты өмір сүрмек екен. Ақшалары таусылған соң, оның үстіне қылмыстарының ерте ме, кеш пе ашыларын білетін олар өлімді таңдаған. Бұл аянышты оқиғаны Шымыр талай адамға айтып берген. Бірақ өзінің түсінбейтіні біздің кейбір жастардың қылығы. Олар неге қылмысқа үйір? Қиянкес Самат неге маңдай терсіз келетін жеңіл, көлденең байлықты аңсайды? Шымыр көп ойланды. Пайдасыз қиялға берілгеніне өзі ызаланып, басынан мәнсіз, сағым ойларды қуып тастамақ болып әуреленді. Қуа алмады. Қайта керісінше шым-шымдап қиялға шома берді. Содан жасаған қорытындысы, қайтсе де қиянкес Саматпен ашық сөйлесуі керек. Оның шалыс баспауына көмектесу қажет. Біліп тұрып, бармақ тістеп қалғаннан жаманы жоқ. Шымыр қиялмен кешті батырған. Сыпайы сәлемдесіп, екі жігіт кіріп келді. Бізді комсомол комитетінің хатшысы сізге көмектесіңдер деп жіберді. Бүгінгі кезекшілік еншісі осы екеумізге тиіпті. Сүлеймен, Жұман, келіңдер, деді бұл, оларды танитынын білдіріп. Жігіттер, бүгін екеуің кезекшілікті менсіз атқарасыңдар. Қажет болсам, мені Саматтың үйінен табасыңдар. Оны біз әлгінде ғана клубтың маңынан көрдік. Ол бүгін түн ештеңені білдіре қоймас. Өйткені қасында көршісі Зайтуна Кербез бар. Зайтуна әлгі фельдшердің қызы ма? Дей салды Шымыр. Өзі қыздың жүзін көрген емес. Сол, бұрын Самат қиянкесті жанына жолатпаушы еді. Бүгін екеуі тіл табыса қалыпты. Қызық, деді Шымыр. Түсінсем бұйырмасын. Түсінбейтін түгі жоқ. Зайтуна Кербез құрғыл жігіттің маңына жоламайды. Онысын білеміз. Демек, Саматтың қалтасында азда болса ақша түскен ғой. Жарайды жігіттер, сендер клуб маңын сырттай бақылауды ұмытпаңдар. Кейбіреулердің аяқ астынан айқай-шу шығарып, топалың жасап кететін әдеті барын білесіңдер. Мен қиянкес Саматпен ретін тауып тілдесермін. Онымен бір мәселе төңірегінде сөйлеспек едім. Шымыр келгенде клубта фильмді бастап жіберген екен. Ал би алаңында әлдекімдер жұлқынып билеп, делебесі қозуда. Сол араны жіті шолып шықты. Самат пен жанында болуға тиісті сылқым суға батқан тастай жым-жылас. Клубтағылардың сыртқа шығуын күтіп, тасалау жердегі орындыққа жайғасты.
мұндайда уақыт өте қояр ма? Есіне Сұңғатовпен бірде екеуара болған әңгіме орала берді. Тығыз шаруамен ішкі істер бөліміне шақырылғаны еді. Аға тергеуші ұзын коридорда қарсы кездесе кетті. Есілбаев, кел. Подполковник Кузьмин шақыртқан екен. Дұрыс, тәртіптісің, өз уақытында келе жатырсың. Учаскелік инспектордың бәрін жинап жатқан. Менің де саған айтсам деген бір әңгімем бар еді. Жақсы кездестің. Не айтпақ едіңіз Таңатар аға? Аға дейсің? Қызмет бабында жолдас майор деу керек. Бұл кешіріңіз дей бергенде анау ойындағысын жылдамдатып айтып салды. Жарайды, жалпы маған ұнамайтын мінезің көп болса да, бізге тергеу ісіне өтсең қайтеді демек едім. Мақұл десең, бастықпен өзім келісемін. Маған ауылда жетеді. Қарай көр, көшенің бір бұрышына іштеп кеткен баланы тәрбиелеуде де жұмыс дейді. Нағыз жұмыс мына біздің мойында. Ауыр жұмысты мойынмен көтеріп жүрсеңіз, соған лайықты сый-сияпатты да естіп жатырсыз. Немене? Соны қимаймысың сен бала? Қалай сөйлейсің сен өзі? Қызғаныш емес, сыртыңыздан үнемі мақтап жүреміз. Сен мақтамасаң, мен ескертусіз қалатындай. Ол бұрылды да кабинетіне кіріп кетті. Қызық өзі майор Сұңғатов. Мақтағанды жақсы көреді. Көзіне мақтасаң, өтірік ренжи қалады, деп еске алды лейтенант. Жақыннан аяқ тықыры естілді. Шымыр сергектік танытып, орнынан қарғап тұрды. Ауылды шолып шықтық. Көшеде тыныштық, деп Сүлеймен мен Жұман келіп тұр. Сендер мына бейшілер мен клубтағыларды бақылай тұрыңдар. Солар тараған соң демаласыңдар. Мен кеттім. Жігіттер оның қайда кеткенін білген жоқ. Сұрап та қалмады. Қылымсыған Зайтуна қиянкес Саматтың бар еркін билеп алған еді. Тұсалған сезімнен ақыл ойы байланып жігіт жүр. Бұлан қаққан қызыл түлкідей емексітіп қыз жүр. Екеуі осы соңғы бір айдан бері 2-3 рет оңаша кездесіп, өздерінше махаббат күйін шертісті. Жалғызілікті жігіттің үйінде олардың көңілін ешкім алаңдатпады. Құмарлық па, әлде шынымен пәк сезім бе, Самат от айналған көбелектей күй кешті. Әйтеуір, осы қызды көрсе, жүрегі құрғыр лүпілдеп, ынтықтығы өршіп шыға келеді. Қазірде күйіп жанып, аяғын құшуға әзір. Жаным дейді үзіліп. Ақтық тілегімді орындашы. Маған тұрмысқа шықсаң қор болмайсың. Жылы суға қолыңды малып қоюға бармын. Ташкент үлкен қала. Сонда тұрамыз десең, ол тілегіңді де орындауға бармын. Осында өмір сүргің келсе, үй жай бар, міне. 2-3 мыңды шығын етсем, жарқыратып жөндеп береді. Тек тілегімді орындашы. Бұдан бұлай ақ, адал жарым бол. Зайтуна сахнадағы артистей, бұған мүсіркей, жымия қарайды. Ай жарығымен әр қимылы ағараңдай анық көрінді. Жұп-жұмыр санын жалтыратып, ашық тастап, емексітіп барып, жігітті әрі жібермей қолын қағады. Онсыз да қылымсыған сылқымның құлы болуға айналған қиянкестің ішкі дүниесі бұлықсып, дәмеленіп, тағы аймалай бастады. Емексіген күйі кербес қыздың қас кеудесіне ақырын бас қойды. Сылқымның тұла бойына аямай сепкен иіс суынан басы айналғандай елітіп, сыбырлай сөйледі. Қолымды қақпашы, еркетайым, құлың болайын. Сен дегенде шыбын жаным шығуға даяр. Тек қолымды қақпашы. Ол Зайтунаның ақ мамықтай кеудесін тағы жалаңаштай бастап еді. Қыз жігіттің сұғанақ қолдарын жәймен сырып тастады. Ақымақтанбашы, Сақыш, мені бір көше кезбесі деймісің? Одан да көп ақша табу жағын ойламаймысың? Ауылдың жөргек жуғыш әйелдерінің бірі болғым келмейді. Ақшаң болса қалтаңда, талтаңда да талтаңда, деп өзің талай әндеткенсің. Маған керегі күндіз түні тіршілігі тынбайтын анау Ташкент. Керек десең, 3 сом беріп, үйіңді қыл қыбырдан оп-оңай тазартып алуыңа болады. Өмір сүре білген адамға бұл қаладан артық жұмақ жоқ. Ойлап қарасаң, сенің тірнектеп жинаған 3-4 мыңың бірер айға жұғын ғана. Көп ақша керек, Сақыш, түсінемісің? Көп ақша. Мен табамын ондай ақшаны, тек аңсын аңдайық. Бірер апта сабыр етші. Ташкенттің қан базарын хан қызындай аралайтын боласың. Қазір тілегімді орындашы, ынтықтырмай, үздіктірмей. Басым айналып, мәңгіріп, құмарлықтан әзер шыдап отырмын.
қолымды қақпашы. Қыз тағы сиқырлана күлді. Оп-оңай құштырып, етегін түре қоятын Зәйтуна алдартын ойламайтын желөкпе деп пе едің? Мейірі қанған соң басқаша сайрайтындарды білеміз. Мен ондайларды қасыма жолатқан емеспін, о бастан. Аузы күйген үрепші еді. Соны білесің бе, сарауыз сақш. Бірер апта сен де сабыр ет. Әлгі қиялыңдағы қап-қап көп ақша, бәлкім желмен судырап ұшып, шынымен-ақ келіп жүрер. Онда сендікпін. Оның бәлкім құйынмен көкке көтеріліп таптырмай кетер. Онда тю-тю, алтынмен аптап, күміспен көптеп қоямын деген жігіттер көп. Жігіт қыз сөзінен үркіп қалды. Әншейіндегі тәуекелге басатын тентектік мінез жым-жылас жоғалды. Тағы да мағынасыз жалынып, жалбарына бастады. Бірақ бұлғақтаған бой жеткен міз бақпады. Өз пәлсапасын айтып, бейшара халге түскен жігітті бірде емексітіп, бірде күдерін үздіре жаздап әлек етті. Самат үйінің қасына келген үшеу алдымен тың-тыңдады. Бәрі де шымқай қара киінген. Қараңғылау жерде олардың сұлбасын көру мүлдем қиын. Іштеріндегі егделеуі төртбақ денелі шомбал қарасы. Осы ауылдың анау қызыл жағалы күшігі қай араны қорып жүр, деді ысылдай сөйлеп, қасындағы сіңірлі ұзын сұсты жігітке. Клубтың алдында қалғып мүлгіп отыр ол шәуілдек. Үшіншісі мықыр тапалдағы қиық-қиық күлді. Жүрген бір мау бас, ол шәуілдек күшігің. Жыртылма, деп жекірді шомбал қара. Бұларды әлі толық тақырға отырғызған жоқпыз. Қазірге жер сипаған анау тергеушісі ғана. Әттең, өзіне жолығуға болмайды. Тағдырымыз екі айрық. Жолықсам рахмет айтар едім, ашық ауыздығына. Мықыр тапалтақ тағы қиқылдап барып тоқтады. Ондайлардың бәріне рахмет айту керек болса, қарызға белшеден баттық қой, қаразбын. Ол мықтап қателесті. Алжыған шалды талқанмен алдаусыратқандай, анау үшеуі айдалаға қаңғытып жіберді майорды. Мусок пен Гриша сенімді жігіттер, бізді сатпайды. Сафар сұм бүлдіреме деп едім, біздің үйірге ерте қосылғанымен мұндай жұмысқа араластырмағанмын. Дегенмен көбіңнен ақылды. Сөмке-сөмке ақша санаған кассир ғой ол ит. Анада ғой, Сұңғатовтың өзі оның бастығына жолығыпты. Кассир туралы нендей пікірдесіз, Абдулла Шукирович дейтін көрінеді. Азғындап кеткен екен, байқамаппын десе керек. Ведомостардан түк таппаған, бәрі жайында. Адамдарға ақша мезгілінде төленген. Мен оны аңқаусып отырып, егжей-тегжейін сұрап алдым. Ет комбинатының директорын айтамын. Ашық ауыз бір жүрген. Сөйте тұра пенде емес пе? Менің қолтығымда көжектей боп бүрісіп отырған ақ қоянды көріп тамсанып қалғаны бар. Еркек қой қанша айтқанмен, екі көзі жайнап шыға келді, бәлемнің. Сол ақ қоянды бізге тигізбей, қызғыштай қорушы едің, қаразбан. Енді әне, қайдағы бір мұрынбоқтың қойнына салып қойдың, деді сіңірлі ұзын. Шомбал қара ірі денесін шалт бұрып, етінің ауырлығына қарамай, ор киікше жеңіл секіріп, оның қасына жетіп барды. Қысқарт тіліңді. Мықыр тапалтақта оның сойылын соғып, сіңірлінің жағасын ала түсті. Кешірім сұра қаразбаннан. Әйтпесе құрыймыз, бәрінен айырыламыз. Керегі жоқ, деп дүңк етті шомбал қара. Ақ қоян менің некелі нақсүйерім емес, көңіл ауғандағы ермегім. Алтын көрсе арын сататын немені ол бастамаған қисық көз алып барған. Картадан ұтқызып, маған еншілеп кеткен. Содан мен оны ақ қоянға иектетіп қойдым. Ол түнеріп біраз тұрды да, бірақ ақ қоян мұна мұрынбоққа бейіл таныта қоймас. Алдап соғатын шығар. Бізге керегі қисық көз, ақшаны қайда апарып тыққанын біліп берсе болғаны. Анау мұрынбоқ білемін депті ғой оған. Өзі барып алуға жүрегі дауаламай жүрсе керек. Көп ақшаны жұмсауға да ептілік қажет. Қайда екенін айтпай, әурелеп жүргенін қарашы. Әйтпесе, әлде қашан ұлақ сияқты бақ еткізіп бауыздай салар едім ол баланы. Күдікті үшеу тықыршып тұр. Қиянкес Самат үйіндегі ақ қояннан белгі білінбейді. Оның белгісінсіз баса көктеп баруға тағы болмайды. Бәрін бүлдіріп, екі саусақты мұрынға тығып қалулары мүмкін. Көше бойлап әлдекімдер осылай қарай келе жатты.
Үшеуі кішкене арықтың ішіне, талдардың тасасына бүгежектеп жата-жата кетті. Бұлар кинодан қайтқан ауыл адамдары екен. Қаннен қаперсіз шүйіркелесе, әңгімелесіп, үйді-үйіне тарасып барады. Бұл үшеуіне жақын маңда жай сөйлеген дауыс құлаққа еміс-еміс шалынар жерде тағы біреу жер бауырлап жатты. Бұлардың күбір-күбірін ести алмай, ол да азаптанып бітті. Күдікті үшеу оны сезген жоқ. Құлын мүсінді Зайтуна сылқым биыл 20-ға ғана іліккен. Аңдаусызда бұзық ниеттілердің қармағына түскелі 4-ші жыл. Өзінің келбеті келісті екенін сезетін кербез, қылымсып, кез келген еркектің ындынан құртатын. Әкесінің көршісі Саматта көбелектей қалбаңдап, мұның ыстық құшағынан дәметіп, қармағына түскендердің бірі еді. Ташкентте үлкен бір тұрмыстық комбинаттың білдей бір директорына хатшы машинка басушы болып орналасқан ол, көлденең түскен ақшаны уыстап шашатын. Қаладан 20 шақырымдай ғана жердегі үйіне 2-3 айлап бір соқпаса, жиі бой көрсете бермейтін. Ал мына соңғы айда айналсоқтап ауылдан шықпай қойғанына әке шешесі де түс көргендей аң-таң. Көрші үйдегі Саматпен бойдақтық ымы-жымы барлығын сезген олар бір жағынан іштей қуанды, бір жағынан перзенттері үшін сол жігіттен күдіктенеді. Көршісін біледі. Бас бұзарлығы бар еді, шәлкем шалыс жүрісі бар еді. Содан қауіптенеді. Бірақ қыздарының өздерінен алыс кетпегенін тағы да ұнатады. Фельдшер Раилдің де қызына тоқтау айтпағаны сондықтан болатын. Саматбек яқшы егет дегенде қойған. Сыбайластары арасында Аққоян атанған Зайтуна қиянкес Саматпен бүгін түн тағы аймаласып жатқанда ойына көп ақшадан басқа ештеңе оралмаған. Қысық көзді кім өлтіргені бұғанда жұмбақ. Бір білсе, қара азбан біледі. Қылымсыған кербезге ақшаны уыстап беретін де сол. Бұл соның айтқанын орындаушы ғана. Оқта-текте аңсары ауғанда мұны қала маңындағы саяжайдың біріне алып барады. Біреулер бұларға құрдай жорғалап қызмет етеді. Ондайды көрмеген Зайтуна балаша мәз. Көңілі шарықтап, қара азбанға қылымсыйды. Болды, бітті. Анау есірік құмарлықтан бас айналып, бар дүниені ұмытады. Бұған жалынады, жалбарынады. Сөйтіп, бұл оның еркіне әрең көнеді. Бірақ соңынан сол сәттерін өз-өзінен жиіркене еске алатын. Қара азбан мына қиянкес Самат сияқты денесі балғын, мүсінді емес. Аю сияқты қорбаңдап, ысылдап, пысылдап, қолағаш мұрны тынбай шуылдайтыны бар. Бұл тезірек құтылғысы келетін. Бірақ уыстап алар ақша үшін сол бір жиіркенішті сәтке де көнеді. Саматпен жақындасқалы бері кербез сылқым басқаша күй кешіп жүр. Қара азбанның тапсырмасы бар. Қайтсең де сен, Аққоян, қисық көз тыққан ақшаның қайда екенін анадан біліп бер. Ол көп ақша. Тиесілі еншіңнен қақпаймыз. Бізбен табақтас болған қисық көз ит бәрімізді алдап соққысы келіп, ақшаны тығып үлгерді. Зайтуна әрі-сәрі ойдың құшағында. Қисық көзді өте жек көреді. Алғаш ақшаға қызықтырып, қақпанына түсіріп, арын төккенде сол. Соңынан мына топқа апарып қосып жіберді. Қара азбан анау-мынау жұқана ақшаға қызықпайды. Мынаған тас кенеше қадалғанына қарағанда сұмдық көп ақшаның иісін сезеді. Қанша болды екен? Көп қой, сұмдық көп. Мынау өліп талып аймалап жатқан қиянкес Самат қой. Соның қайда екенін білемін дейді. Бұл да тыныш жүрмейтін жігіт. Егер қара азбан сияқты осы жігіт қалталы болса, ойланбай-ақ етегінен ұстар еді. Денесінің оттай қызуын қарашы, жанына жағып барады. Бірақ жан тәнімен беріліп, құмардан шығудан батылы бармайды. Тәуекел деп, Саматпен қол ұстасып, басы ауған жаққа кетер еді. Шомбал қарадан қорқады. Кейде сұстана қарағанда, оның көз қарасына адамның дәті шыдамайды. Тұла бойды дір еткізер сұмдық қаһарлы қарастан ықпайтын адам жоқ шығар. Зайтуна қиянкеске бар шындықты айтпақта болды. Қауіптенемін, қорқамын демек. Егер соның бәрінен құтқаратындай қуатың болса, мен сендікпін. Болмаса, көзіңнен бұлбұл ұшатынымды сезесің бе? Шынымен, қисық көз тыққан ақшаны білсең, екеуміз ойға оралған
басымыз ауған жаққа қашып кетсек қой шіркін. Қара азбанның құрығы жетпейтін бір қала табылар. Қаншама үлкен қалалар көп қой. Біріне барып сағаласа, екеуі күн көрер. Ең бастысы ақша. Сөйтіп, жалғанды жалпағынан басып, тыныш өмір сүрсе. Тоқташы, сабыр етші, деді сылқым сұлу, бөксе жағын сипалай жылжыған жігіттің қолынан ұстай алып. Зәйтунаш, жаным, тағатым таусылды. Ерік жоқ менде. Босқа күйдіріп жандырмашы мені. Сабыр ет, Сақыш, сабыр ет. Ойым әрі-сәрі болып жатырмын. Саған бар шындықты айтсам ба деймін. Қандай шындық мен білмейтін. Нені жасырып келгенсің? Жігіт орнынан қарғып тұрды. Сипалап жүріп, шырт еткізіп жарық жағып еді. Зәйтуна шыңғырып жіберуге шақ қалды. Өшір, ақымақ, тез! Айтуын айтты да ұшып тұрып, жігіттен бұрын жарықтың түймесін асығыс басып қалды. Шам сөнді. Ақымақ болмасаң, қызбен оңаша жатқанда жарық жағармысың? Жақтың не, жақпадың не? Бәрібір пайдасыз мен үшін, деп Самат төсекке қайта сылқ етті. Зәйтуна дегбірсізденіп, пердені түріп сыртқа үңілді. Бірдеңе бүлініп қалатындай үрейленіп жүр. Сақыш, мен кеттім. Сенен өтінемін, шығарып салушы болма. Айтқанымды тыңдасаң, ертең түн тілегіңді орындаймын. Сөзімді тыңдағың келмесе, кілт етпе мінезімді білесің ғой. Ертең мені бұл жерден көре алмайсың. Жарай ма? Келістік пе? Самат күрсінген күйі төсегінде жата берді.